қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді және дәрумендерге бай, қайнатуды қажет етпейтін тұсап дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге лимон, апельсин және өрік қажет болады. Барлық заттарымызды жақсылап 2-3 қайтара суға салып жуып аламыз. Және лимонымыз бен апельсинімізді суға салып жуып, содан кейін ас содамен сыртын 5 минутқа сүртіп қоямыз, себебі майда микробтар, шаңдар кету үшін. Барлық массамызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Енді барлығын ет тартқыштан өткізетін боламыз. Бірінші менде өрікті өткізіп алдым. Бұл жерде менде 2 килограмм өрік бар. Одан кейін 2 дана лимонымды өткізіп аламын. Лимоннан кейін 3 дана апельсин кетеді. Осы массаға 1 килограмм қантымызды өлшеп аламыз. Ет тартқыштан өткен тозағымызды жақсылап араластырып, үстіне қантымызды қосып, қантымыз ерігенше 5-7 минут тағы да араластыратын боламыз. Қантымыз еру керек. Біздің тосабымыз дайын болды. Дайын тосапты контейнер ыдысымызға орналастырамыз. Ыдысымызға орналастырып болғаннан кейін міндетті түрде мұздатқышта яғни морозилкада сақтайтын боламыз. Қыс кезінде